Ассалаумағалейкум қазақтар. Қалайсыңдар? Не совсем точная концепция деп тура келмей шығар, тура келмесе де бір ой айтып кетейін. Алтай көкберікті көк түріктің бесігі дейді. Мағжанның өлеңі бар, жаңылыспасам. Сол жерде көк түріктің Алтайдан тарағанын, Алтай бір қасиетті орын екен, қасиетті не екені көрсетеді. Енді оны Алтайды не деп сұрасаңдар, алт ол алтын деген сөз шығады дейді. Айы далада қалып тұр. Енді айда былай қарасаңыз, қазіргі таңда ислам дінінде жаңағы үлкен мағыналы не деп қалай өзінің бір атрибутикасына өтті. Енді ол ислам дінінде бұрын болған жоқ. Оны мына түрік халифатының кезінде кіргізілген ұғым, түсінік. Оның алдында айдың орнында не тұрғанын Құдайдың өзі білсін, бірақ ай болмағаны анық. Енді Алтай көк түріктің бесігі деп айтып келдік. Алтай дегеннен кейін көп діни жаңағы нелерде алтарь дейтін термин бар. Сол алтарь, подойти к алтарю, жертвенник дейді, тағысын тағы. Көбіне жертвенник деп кетіп қалады да. Ол оттың да сыйынатын бір орын екенін, бар екенін, және сол жерде құрбандық шалғандарын, тағысын айтып келгенде, әр діни көзқарастарда, әр ұлттарда кішкене шашыраңқы болып кеткен. Кезінде Вавилонға барып, Вавилоннан кейін адамдар Құдайдан өзін артық санап кеткеннен кейін таратып жіберді деген осы жерден басталатын сияқты. Мүмкін мен қателесермін. Сол осы жерден басталатын дейтін себебіне келгенде, сол жерде әркім алтарды әртүрлі алып түсініп, біреулер жаңағы не оқитын жерге алып көрінеді. Литургия дейді. Литургия деген жаңағы мінәжат етіп, жаңағы өздерінің құрандарын оқиды. Қазақша айтқанда намаздарын оқиды. Сондай жерлер бар. Бір Америкадегі индейцтерде ол жаңағы құрбан шалатын жер болып келеді. Сондықтан жаңағы қазіргі таңда кеше өтіп кеткен мейрамның құрбан деген атаудың еврейлерден бұрын болғаны анық. Және ол жердегі индейцтер жаңағы құрбандық шалғанда жер бетінде жердің айналуы, күннің шығуы соның жаңағы құрметіне құрбан шалған екен. Болай египеттерде де соған ұқсастау түсінік болған. Сөйтіп келгенде қазақтың даласында Алтай кезінде түріктердің мекені болды. Сол түріктердің мекенінде от шығудың ұғымы түсінік болады. Сол енді от шығудың екі түрлі ұғымында үлкен масштабта сакральный жерге алып көрсетеді Алтайды. Ал кішкентай жерге келгенде әркімнің өз үйінде от жағатын ошақ болады. Сол ошақ оттан пайда болады ұғым. Сондай түсінікпенен нақтыланып келетін үлкендей бір ұғым бар. Енді алдында мен бір пышақ дейтін ана жылы не жазғанмын. Сол кезде біреулер не сандырақтағаныңды білмедің, түсінбедің, айта алмасаң айтпа дейді. Осы жолы да солай болып қалуы мүмкін. Бірақ үлкен ой жатқанын сол жерде қазбалап қарайтындарыңыз болса, үлкен түсінікке жететіндеріңізге мен сенімдімін. Ал осымен сау болыңдар.